Бұл бізде зал. Кухонный мебелі қалдырып кетеді. Үйдің бағасы описанияда жазылған, және үй иесінің хабарласу номері ол да төменде описанияда көрсетіп жатамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға тарата жүріңіздер. Қазақ арнасы осымен көтеріле берсін. Ассалаумалейкум оқырмандар, бүгін бізде тағы бір түсірілім. Алатау ауданында орналасқан Шаңырақ 2 Жылысай 68-ші үймен сіздерді таныстырамын. Өзі бұлай тік жолдан келе жатқан кезде тупиковый көшеде бір үй, қасындағысыны екінші үйде. Сіздермен ішін таныстырамын. Үймен сіздерді таныстырамын. Есіктің ауласы. Газ бар. Септик. Воротасы жылжымалы. Газон. Және үйдің жанын қарайық. Көп жер қарасаңыздар бос екен. Тағы бір солға. Даладағы туалет. Арты толық газон болған. Үйдің сырты. Үйдің екі көршілері қапталған шифермен. Бер жағы да, ар жағы да, үйдің арты да. Тол терезесі пластикалық. Решеткасы бар. Фенстермен. Үйдің кіреберіс жерінде навес бар. Аяқ киім шешетін. Және наветтен көріністер. Ары қарай үйге қарай кіреміз. Үйге кірген кезде стенасы Леонардо. Сол жақта жуынатын бөлме, алдымызда ас бөлме, және мына жақта зал. Бірінші сол жақта жуынатын бөлмеден бастайық. Жуынатын бөлмелерде жылы еден бар. Кіреберіс коридорда бар, және ар жақта ас бөлмеде бар. Бұның әрқайсының квадратын төменде описанияда жазып кететін боламын. Кірген кезде оң жағымызда киінетін гардероб. Бер жақта отыратын орындық. Және охрана сигнализациясы. Екінші қабатқа көтерілетін баспалдақ. Және біз оң жақтан бастайық. Бұл бізде зал. Стенасы обой.
парабойлары алюминовый. Және ар жақта қарайтын болсаңыз, екіге бөлінген. Ар жағында да бар. Екі жақтың светтері екіге бөлінеді. Ар жақтікі отдельно өшінеді, бөлек. Және ар жақтың светі бөлек өшеді. Және осыдан бұлай бұрылған кезде ас бөлмеге қарай таныстырайын сіздерді. Мынау ас бөлмесі, стенасы обой. Пол ламинат, ар жақта коридорда және кухняда ламинат орнатылған. Кухонный мебелі қалдырып кетеді. Және осыдан бұлай қарай бұрылған кезде ар жақта бізде топка бар. Үй квадраты 180 квадрат, соған арналған пеш. Және мына жақтан екінші қабатқа баспалдақ. Лестницаның ұстайтыны, баспалдақтың ұстайтыны бәрі темірмен. Жарықпен екі терезесі бар. Астында, үстінде және парабой орнатылған. Ал біздің екінші этажда көтерілген кезде сол жағымызға қарасақ, холл бар. Осында отырып телевизор көріп, достарыңызбен отырсаңыздар болады. Полы линолеум. Және бұлай тік жүрген кезде балалар жатын бөлмесі. Полының барлық, екінші этаждың барлығында полында линолеум. Осындай шағындау екен. Мына жақта тағы бір бөлме бар. Балалар бөлмесі бұл да. Төбесіне гипсокартон обой тартылған. Потолочный обой. Мына жағында тағы бір балаларға жатын бөлмесі. Екінші этаждан көрініс. Және мына жақта спальный. Осындағы бүкіл мебельдерді қалдырамын дейді. Үйге толықтай кіресізді тұра беретіндей жасап жатыр. Үйдің бағасы төменде описанияда көрсетілген. Өйткені мен қазір толық үйдің бағасын айтқанымен ол қазіргі нарықпен көтеріледі, төмен түседі. Сол себептен айта алмаймын. Өйткені сіз видеода бұлай айтқансыз, олар бұлай сатып жатыр деп маған сұрақтар келіп жатыр. Сол себепте үйдің бағасы описанияда жазылған және үй иесінің хабарласу номері ол да төменде описанияда
көрсетіп жатамын. Және достар, каналға тіркеліп, лайк басып, осыны достарыңызға тарата жүріңіздер. Қазақ арнасы осымен көтеріле берсін.